Әлиманың денсаулығы ораудан тұрып, жайлауға шыққан соң да оңала қоймаған. Әлбетте, дімка сананың омырауы нәрестені жарыта алмаған. Балпаңдай толық, ұзар өскен қарын шашы қалың, басы бақырдай үлкен. Көзін аша алмай жарыққа сығырая қараған қызылшақа нәрестені тұңғыш рет жерден көтеріп, кіндігін кескен кіші ауылдың байырғы қоңсысы, жылқышы Қасеннің келіншегі Мейіз деген мейірманды кісі екен. Ауыл иесінің айтуымен сол ана омыраудағы өз перзентінің аузынан жырып, кішкентай Қанышты да емізгенміз. Әкесі кексе, шешесі саркідір тартқан шағында жарық дүниеге келген сәби әрине бүкіл ауылдың ерке тотай сүйіктісі болған. Шыр еткен дыбысы шықса қолдан қолға көшіп, үлкен кіші жабыла өбектеп, есі қалмай күтеді. Әсіресе анасы өз шешемді жете білмеймін, есімде сақталмаған. Үлкендердің айтуынша керемет бала жан кісі болыпты. Әсіресе кенжетайым деп мені ерекше жақсы көрген. Алдында жатып ұйықтап қалсам оянып кетеді деп тырп етпей, қол аяғы ұйығанын елең қылмай отыра береді екен деп сыр шерткен бертінде балаларына Қаныштың өзі. Сәтбай ауылының өткен ғасырдың 80 жылдарына дейін өмір сүрген есті егделерінің жадында Әлима жайында бірлі-жарым айғақтар сақталған. Ойлау қабілеті өте күшті, сөзге ұста болыпты және орайын тауып сөйлеген. Әсіресе ертек пен ескі жырларды сүйсіне шырқаған. Жұмбақ, жаңылтпаш айтқанда қарсыластарын көп білетіндігімен, тапқырлығымен жеңеді екен. Ақ жеңешенің ауылдастарына өз жанынан шығарып айтқан көп жұмбағының біреуі мынау. Алыстан қара көрінді қарайғанмен қара емес, қампайғанмен бөрі емес. Арқасында азық көп ірімшік емес, құрт емес, сармай емес, жент емес. Жерге түсті ін қазды, қарны өсті сыздады, тиген жері қызарды бұл не? Қапелімде ешкім шеше алмай, әлде өтірік білмеген сейді. Емекеңнің кіші қосағы кенет жайраңдай күліп іргені нұсқап, әне бейі кетіп барады, біреуің өлтіре салыңдаршы деп жұмбағының өзі шешіп, жұртты күлдіреді екен. Бергі жылдардағы сұхбат үстінде ғалым туған анасынан гөрі үлкен шешесі Нұрымды көбірек есіне алған. Нұрым бәйбіше ақсақалының кіші әйелінен туған балаларына ғана емес, барша ауыл аймаққа мінезі жайлы, ешқашанда қабақ шытуды білмейтін сабырлы, сонысымен де үлкен кішіге сыйлы, қолы ашық, мейірімді кісі болған. Ауылдастары оны Нұрапа атандырып ерекше құрметтеген. Әлимаға да салқын қабақ көрсетпеген. Әсіресе сырқаты меңдеген соңғы жылдарда бағып күтіп, одан туған балаларды қағажусыз өсірген. Екі шешенің ортасында тел өскен. Бүкіл ауылдың сүйіктісі болған ерке тотай кенже ай санап жетіле берген. Қас тұрды, жүргеннен соң кешіккен жоқ, былдырлап тілі шықты. Үлкен кішіні сәби қылығымен баурайтын болды. Ат көрсе мінем деп ұмтылады. Тұғырдағы құсты да қолына алам деп талпынады. Қозлақты ұстаймын деп қуады. Қалайда ұзақты күнге дамыл көрмей, тымпыңдап жүгіруден жалықпайды. Көп жылдар өтсе де ауылдастары жадынан кішкентай Қаныштың кейбір балалық қылықтары ұмытылмаған. Қанкежан бір жосын тыныш бала болды деп әңгімелейді оны бесікте тербеткен Нұрлан Қасенов. Басы бақырдай үлкен еді, көп ұйықтайтын. Жер басып отырған шағында жүре бастаған кезінде басы аунаған жаққа құлап, зәремді алғанын қалай ұмытайын. Биатам сол күннің өзінде менің осы балам не сөз ұқпайтын маубас, не елден асқан данышпан болады. Бас бітімі өзгеше зор жаралған дейтінді. Тағы бір ауылдасы, Садық қарт, менің анық білетінім Қаныш бала болып өскен жоқ. Кішкентай кезінен онда үлкеннің мінезі болды деп таңырқаса, Қамыш есімді замандасы, ойнап өспейтін бала бола ма? Қанышпен асықта ойнадым, алысыпта ойнадым. Бізден ерекшелігі бір ойынды көп ойнамайтын, тез зерігетін, ойын үстінде әр алуан тапқырлық жасап, зейінімен ұтып кететін деген куәлік айтады. Ғалымдардың дербес мұрағатында мұндай естеліктер әлденеше. Мұқыш Шәдетов естелігінде мынадай да оқшау ой айтылған. Жайлауға шыққанда сиырдың өлі жүнінен доп жасап, қақпақыл ойнайтынбыз. Жалғызсақ әлде қандай бір тақырды меншіктеп алып асық соғамыз. Қанышта бізден қалмайды, тек ұзақ ойнап жартпайды. Өзен табаннан ақтас іздеп көбіне өз бетімен лағып жүреді.
әрнеге әсерленген балақай ақтасты сірә бір ғана қасиетіне бола қызықтаған. Өйткені қараңғы түскенде, кешті күтуге шыдамы жетпесе, атасының күпісін бүркеніп ақтастарды бір-біріне соққыласа, көк жасыл ұшқындар шашып, айналаны от жаңбыры орап, таң-тамаша қызыққа кенеледі. Есейе келе баланың талғамы өзгерді. Жуа іздеп тауға шықса, сасыр алу үшін сайға құласа, көбелек қуып өзен жағаласа, әлде біреу жолында әдейі шашып кеткендей-ақ түрлі түсті әдемі тастар көзіне бірден ілігеді. Жылан жонды шұбарала, аспан реңдесі жасыл көк, сынған беті шырша кескінді ирек-ирек, қолдан қиғандай қошқар мүйіз өрнегі бар ақшағыл. Мөлдірлігі шыныдай опырылмалы жұп-жұқа тастар, бірде-бірі даланың қара қошқыл жертасына ұқсамайды. Жаратылысы жұмбақ жыныстар. Қалайша тастап кетесің? Көтер алса сол қалпында, әйтпесе бір мұртын сындырып әкетеді. Кішкентай қаныштың қалтасын тесетін құрт, ірімшік асық емес, даланың нақышы бөлек жабайы тасы. Үлкен апасы аузын бүрмелеп арнайы тіккен асық қалта да ақыр аяғында тас салатын дорбаға айналған. Сезімтал бала көңілі өзгеше ермек іздейді. Сайын даланың бұйығы тірлігінен жалығып, қанат біте бастаған қиялы қияға самғар кең өріс тілейді. Әттең, жүріс-тұрысына тежеу көп. Оған себеп екі ауылдың өзіне деген ерекше ілтипаты. Әсіресе әкесінің өзгеше қамқорлығы. Көзінен титтей таса болса, өзінен қарғадым қашық жүрсе, биден маза кетеді. Кіші баласы әлдекімнен қағажу көретіндей, күпір сезіктен сірә да арылған емес. Қаныш соңғы қызығы әрі шаңырақ иесі. Кенжетайым деп марқұм анасы біліп атаған екен. Бұл күнде ол шынында да кенже. Қаныш екіге толғанда Әлима қосағы дүниеден қайтты. Арағайынның тағы да төсек жаңғырт деген қамқор сөзіне Имантай құлақ асқан жоқ. Қалған ғұмырын үш қарғасының жолына бағыштап өмір кешуді жөн көрді. Ойын баласына әлбетте ермек көп. Қанышта барлық сәби атаулыға тән шалдуарлық қылықтың талайын көрсеткен. Ұйықтап жатқан әпкесі Хазизаның қойнына құрбақа салып жіберіп, торға түскен жарқанатты қазандағы сүтке тоғытып үй ішін шошытқаны, Сәтбай ауылының үлкендері кейіннен ертегідей тамсана жыр ететін еркелік нышаны. Қыстаудың желкесінде бір беті түйетайланып біткен жалпақ тас бар. Балалар асықты көбіне соның үстінде ойнайды. Ал қыста бұл жер тамаша сырғанақ. Шошақ төбенің желкесіне көтеріліп, шанаңды ылдиға қарай қоя берсең, қарсы алдыңнан тымық күнде жел саулап, көзіңнен жас парлап құйындай ұшасың. Ақыры өзен жарына барып бірақ тірелесің. Қаныштың Алпсоқ дейтін иті болған. Бір күні қызық болды, деп әңгіме шертетін Нұрлан ақсақал. Күзеуден қораға келіп қонғанбыз. Шаруаның көбейіп, үлкен-кіші түгелдей әбігерге түсетін беймаза мезгіл. Пәлі, кенжені қараңдар деген дауысқа жалт қарасам, қолында сүйреткен бірдемесі бар. Қанкежан қара мұрнының үстінен бері түсіп келеді. Соңында арсалаңдаған Алпсоқ. Тұра жүгірдім. Қырдың сұр қоян екен. Тамағынан ит қысып тастаған. Біз шаруа қамдап жүргенде Қанкежан жаз бойы көрмеген үйреншікті ойын төбелерін аралауға шығады. Ажалы ғой, қалқан құлақ сорлы қараған түбінен тұра қашыпты. Жүйрік Алпсоқ қоя ма? Дөң асырмай бас салған. Не керек? Күздің қара суығында бүрсеңдеп жүрген бізге аяқ астынан себеп табылды. Балаң аңшы болды, өз бетімен қоян алды деп, Нұр апаның еркіне қоймай марқа сойғызып етке тойдық. Дүз аңына әуелік құртақандай Қанышқа әкесінен ауысқан өнер. Әділін айтқанда, аңқұмарлық оған үлкен ағалар Әбсәләм мен Бөкештің әсерімен дарыған. Ауылға қонақ келсе, қар жауса, жігіттер аттарын суытып, тазы құстарын баптауға кіріссе, кенжеден маза кетеді. Үлкендердің соңынан қалмай елпілдеп жүгірумен болады. Аңшы меймандар неше түрлі әңгіме айтып, жоқты бардай
етіп өтірік соғып жатса да құлағы делдиіп аузы ашылып тыңдап отырады. Әсіресе Бөкештің қара шаңырақ аталған қыран қаршығасын айналсоқтап құсты жемдеуге көмектесіп, ағасы жоқта кәл-кәл деп шақырып тұғырда мүлгіп отырған қыранды елеңдетіп қояр еді. Көктем шыға ауыл жайлауға бет түзейді. Қаныш үшін бұл сағынып күтетін ерекше күн. Бұл сәтті балалар қыс бойы шыдамсыздана күтеді. Төр жайлауға жеткенше неше тәулік жол жүру керек. Үрдіс жүрмей Жолшыбайғы бұлақ, суларда екі ауылы 5-10 күн тоқтап, мал мен жанға тыныс беріп, біртіндеп жылжып отырады. Көбіне қонатын жерлері Батпақкөл, Шыбындыкөл, Шөптікөл, Айнабұлақ, Шабақайдың басы, Ниязтаулары. Жомарт табиғаттың сезімтал балаға әсері өзгеше. Шыр етіп жерге түскеннен бері ол соның аясында. Даланың шыжыған ыстығында, қарлы боран қақаған суығында қаршадай кезінен көріп пісіп қатқан. Бәрі-бәріне көндігіп, күн санап, жыл санап, қанаты қатайған қыран бүркіттің болат тұяқ балапанына ұқсап жетіліп те келеді.